түсіндірем ғой, иә, осы істесеңдерші десем, анау сылтауды айтады, мынау сылтауды айтады, өзі анау сылтауды жақсы ойлап табатын халықпыз ғой. Ең соңында аман таусылында айтып, иә, даже мен істеп жатырмын ғой деймін да. Уже одан ары сөз жоқ екен да. Шынында да біраз квадратқа жеттік. Қазір мен өзімнің огородымда бір 2 сотық болса, соның біразını жайып тастадық. Әлі күні қарап көз қуанады, қанша малды болса да бай қуанар егізге деп, анау шылап жүрді көбейіп жатқан кезде бір көңілге бір әдемі нәрсе пайда болады екен. Жыбырлап. Шүкір қазір 400-500 квадраттай бар екен, түк істемеген кездің өзінде. Ал мықтылап істеп жатқан жігіттер ортамызда отыр. Жерде қазір бір жігітті просто ойымнан кетпей тұрып таныстырсай, Сержан. Кеше Шиметтен келген кім? Сержан. Шығып кетті ма? Сол жігіт жазылған. 1500-тен бастаған, е? 1500-тен жарты коробканың жартысы негізі. Содан қазір 400 коробка, е? 40 квадрат деген, 6 айдың ішінде. Енді өте бір зерек анау. Кеше топтан оның әңгімелерін тыңдап отырып, таң қалам ғой, жұмыстан келеді екенде ерінбей 3-4 сағат жаңағы фонарикпен қарап отырады екен, ананың қалай туып жатқанын, қалай көбейіп жатқанын, не жеп жатқанын, бүкіл әрекеттерін бақылап отырады екен да. Сондай бір ынтамен, ықыласпен істеп жатқан жігіт қой. Сондай ықыласты бауырымыздың бірі Пернебек, жаңа айттым, өзі үлкен кәсіпкер, басқа кәсіптері жетеді, бірақ осы кәсіпке тағы да бір қосымша, енді оның артықтығы жоқ қой. Осы Пернебекте осы Тенде біраз елдер Қазақстан бойынша сабақ алып жатыр. Пернеке, мына Сержан деген бауыр сені айтып жатырмын да. Ал Пернеке. Сөйлеп қойсын, жанымыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Жамбыл ауданы тұрғындары. Мына Пернекенің өнімдері бар. Кәдімгі фирмалық түрде сертификатымен сапалы түрде шығарылып жатқаны жоқ. Сіздермен бүгін жақсы бір кездесіп отыр. Аудан әкімшілік басшыларына рахметімізді айтамыз. Бұндай кездесулерді енді біз өткізіп жүрміз. Расында бірақ енді ауданның әкімінің болуы бірінші өткенде біз біраз жерлерде болсақ та, Ақтауда болдық, мынау неде болдық, оңтүстікте болдық. Бүгінгі қуаныштарымыздың бірі міне әкімнің келуі. Бұл да біз енді осы кәсіпті бір жылдан астам алдын 3-4 адам отырып Алматыда 3 күн талқылағанбыз. Бақытжан бауырымыз бар, Асқар ағамыз бар. Бұл кәсіпті елге қалай дамытамыз, қаншалықты елге үйрете аламыз, және қанша дәрежеге жетеміз деген ниеттеріміз болған кезде біз 3-4 жылдың ішінде осындай нәрсеге жетсек, 4-5 жылдың ішінде былай жетсек деген мақсаттар болып еді. Бірақ Аллаға шүкір, осы бір жылдың ішінде қазір Қазақстан бойынша жоқ дегенде біз өзіміздің осы бір Бақытжанның өзінің, бауырымыздың өзінде 2000-ға жуық шәкірттері бар. Менің өзімде 1000-нан асып қалды шәкірттеріміз бүкіл Қазақстан бойынша. Әрине бұның бәрі осы еңбектің арқасы деп ойлаймын. Бүгінгі күнде бұны қазір міне әкімдер, үлкендер, депутаттар естіп жатыр. Бұл уже қимылдап жатыр деген дүние. Сондықтан біз енді мен өзім негізгі бұл кәсіппен айналысқан 4 жылдан төңірегі болды. Сондықтан біздің елімізде бұл кәсіп аса дамымағаннан кейін осының интернет жүйесінен көріп қызығып, осыны қалай ары қарай дамытамыз деген мәселеде өзіміз қызығушылық танытып отырып, үйреніп, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша ең алғашқы біз өзіміз Қаскелең органик деген өзіміздің брендіміз жасап, өзіміздің тауарларымызды шығарып көріп отқандарыңыздар, осы жаңағы шылаушылардан малдың көңінен, мысалы үшін әрқайсымыз білеміз, бұл ауылдағы әрбір үйдің проблемасы, үйде 4-5 малы бар, оны шығарып тастайтын жаңағы көң шығарып далаға шығарып тастау, трактор әкелу керек, көрші ұрсады, сасып кетті деп балаға айтасың, КамАЗ әкел дейсің, ол жалқаулық қылады. Бұл үлкен проблема. Үлкен шаруашылықтарда ол экология штрафпаса проблема былай айтқанда. Ал шетелде бұны қалай істейді? Шетел дамыған мемлекеттерде бұл жаңағы сиырдың сүтінен, етінен гөрі осы органикалық шірінділерден 4-5 есе артық пайда көреді. Және оларда неше түрлі өнімдер шығарып жатыр, және сол өнімдерді біздерге әкеліп сатады. Негізгі өнімдер бізге келетін бұл Ресей, Европа мемлекеттері, жанымыздағы Украина, Белоруссия, сол сияқты мемлекеттерден келіп тұрды. 99% осының бәрі бізге осыдан келеді. Әрқайсыңыз білетін үйдің өзіне алатын гүлдер, мысалы гүлге салатын қара топырақ, торф дейміз ғой. Бұл жаңағы Ресейдің, Европаның орман жерлерінде табиғи түрде жапырақтардың түсуі арқылы пайда болған. Солар бізден жерден кесіп алады, бізге упаковка жасап, әдемілеп сыртын келтіреді де жібере береді. Біз оны қара топырақ деп алып жатырмыз.
бірақ біздің есігіміздің алдымызда одан да керемет тыңайтқыш тұр, соны біз өз көзімізбен көре алмай біле алмай отырғандықтан осындай нәтижеге отырмыз. Яғни бұны ұлы қарғысшылардан бастап, 20-ші жылдардан бастап Америкадан, бұдан кейін дамымаған мемлекеттер, Голландия, Англия бар. Англия мен шаруалардың айтатыны биогумус болмағанда біз осындай нәтижеге жетпес едік деген. Одан қалай болса Индия сияқты мемлекеттер өте үлкен объемда. Енді ар жағын бер жағын айтқанда мына өзіміздің көрші мемлекеттеріміз, өзбек ағайындар, қырғыз ағайындар бізге қарағанда алдыға біраз жылжып кетті арасында да, оны жасыратын тегі жоқ. Осыдан бір жыл алдын не жасаған кезімізде, анализ жасаған кезімізде Сарыағашта биогумусты Өзбекстаннан кіргізіп жатыр да. Енді бұл былай айтқанда нағыз ұят нәрсе. Қазір қазақтың көбісі политика ойнасып кетті, былай айтсақ. Бірақ кәсіп қалды да, кәсіпсіз біз ешқашан дамымаймыз. Осы мәселелерді көре отырып, бізге де өзімізге ой туды, осы қалай елге жеткіземіз, қалай бұны жаңағы осы қараса қазақша ақпарат жоқ, ешқандай қазақша бірде-бір ақпараттар жоқ. Тек қана 3-4 класс мектебінде шылаушын деген бір-екі сөз бар, басқа ешқандай қазақша ешқандай ақпараттар жоқ. Сонда ең бірінші рет осы биогумус Алматы деген YouTube каналымыз аштық, өзіміздің Instagram, Facebook каналдарымыз аштық, халыққа тегін түрде толықтай түсіндіре отырып, бір жылдың нәтижесін көрген кезде қазір ізімізден жастар шықты, қаншама 3-4 қазір YouTube каналдар бар. Әсіресе оңтүстік жақта жастар шығып бұны елге тез тарауына мүмкіншілік берді. Қазіргі уақытта енді әкімшілікте жаңағы аудан, облыс төңірегінде қозғалып жатыр. Бұл біздің кәсібіміздің ары қарай дами беретініне сенімді. Өйткені себебі не үшін дегенде бұның болашағы бар деп айтатынымыз, біздің қазіргі бұл кәсібіміз біздің нағыз елге, нағыз халыққа, нағыз диқанға керек кезінде уақытында шығып отқан дүниелер. Былай айтсаңыз, жеріміз химиялық, минералдық өнімдермен аса артық салумен, нитраттардың жоғарымен, жердің шаршауы, жерде биогумус қаматының төмендеуі осындай дәрежеге алып келді. Қазіргі сонымен бірге қазіргі жағдайдағы, мысалы үшін Еуропадағы, Ресей мен Украинадағы жағдайды көріп отырсыздар. Бұның бәрі бізге келетін, мысалы үшін Еуропадан Яра деген үлкен компания бар, мынау минералдық химиялық өнім шығарады. Олардың қазір 40%-ке қазір өнімін тоқтатты, себебі соғысқа байланысты. Оның бәрі бізге экспорт жасайды. Енді неге мүмкіншілікті бізге пайдаланбасқа? Неге біз өз өнімдерімізді осылардың орнын басып, неге біз қасаны шетелден аламыз? Ескіміз алатқан дүниені өзіміз өңдеп, өзіміз өз жерімізді құнарландыруға, әр отбасын өзінің еш болмаса есігінің алдына 50 сотық жерін құнарландырып, өзінің бала-шағасына таза өнім беруге болады. Содан шыққан өнімді өзінің бала-шағасы жейді. Немесе біз сияқты кәсіпке айналыстыруға болады. Көріп жатсыздар, біз өзіміз шығарып жатқан өнімдеріміз, мысалы үшін былтыр 200 тонна биогумус шығар, 500 тоннаға жуық компост шығар. Енді биыл 1000 тоннадай биогумус, 5000 тоннадай компост шығарамыз деген ниеттеріміз бар. Және де таза осы уақытта біз оны жеткізе алмай жатырмыз. Ешқандай үлгере алмай жатырмыз. Сұраныс өте жоғары, бәкең айтып отыр ғой. Сол сияқты міне өзіміздің неге біз кімнен келеміз? Өзіміздің Қазақстанда жасалған өзіміздің өніміміз, қазір көрсеңіздер бар ішінде. Мынау жаңағы компостымыз, мынау биогумусымыз, мынау жаңағы шетелден алып жатқан әр литрін 6000 теңге, 12000 теңгеден аламыз. Мына 600 теңгеден литрі. Үлкен жаңағы алқаптарға пайдалануға болады. Тек қана бұл 2-3 түрлі өнім емес, алдағы уақытта біз қазір кәдімгідей өзіміздің компаниямыз бар, өзіміздің командамыз бар, бізде биологтар бар, бізде агрономдар бар. Тағы да осы органика шинелерден жалпы табиғи түрде пайда болатын өнімдерді шығару ниеттеріміз бар, мақсаттарымыз бар. Бұны 1-2 адамның немесе мыңдаған адамның емес, біз көп болып істеген кезде біз ішкі өнімімізді қамти аламыз. Бұл біріншіден қазір көріп отырсыз диқандардың проблемасы ол жаңағы Ресей біздің өнімімізді, помидорымызды өткізіп, қарбызды өткізіп, нитрат жоғары болып кетті, анау болды, мынау болды деп. Бұл тек қана бұл өнімдер емес, бұл осы жаңағы өзіміз өндіретін қарбызымыз бар, қауынымыз бар, жемісімізді өндіретін болсақ, олар ертең өздері-ақ келеді. Өйткені табиғи дүние қай мемлекетке болса да қазір керек. Сосын бұл жердің жаңағы құнарлығын арттыру, өнімнің иммунитетінің көтерілуге жан-жақты пайдасы бар болғаны, олар бізден өздері ертең келіп сұрайтыны анық. Сондықтан өнімді сатуға біз тырысуымыз керек. Қашанғы енді біз сатып аламыз, өзімізде шығарылатынымыз. Қала берсе, қазір көп болса экспорт мәселесі, қазір мемлекеттік жаңа айтып отырмыз, кәсіпкерлікті қолдау жағына 1.200.000 теңге, 5 миллион теңге шен беріп жатыр. Болмайтын нәрселерге көз боятын, тырнақ алатын нәрселерге де беріп жатыр ғой. Осыны қазір қолдап әкімшіліктерге айтып жатқан себебімізде осындай өз қолына жаңағы
қармақ беріп халықтың осы ауылдағы бар нәрсені, әсіресе бұл ауыл халқына өте керекті және пайдалы дүние. Ауыл халқына қазір жастарды елге ауылға қайтаруға, ауылдағы жастардың кәсіппен айналысуына, әр ауылда мысалы үшін осы Жамбыл ауданы болатын болса, бір жерде осы кәсіпті дамытудың бір жолы, мысалы үшін көп кісілер өндіріс шығарады, бірақ өнімді сатамайды. Енді жастар шығып, мысалы үшін әр ауданның өзі бренд деп, өз өнімін сатып, ана қалғандарды бүйтіп жаңағы шетелдерде мысалы үшін даму мемлекеттерде қой бағатындар бар, бірақ қойдың етін, жүнін өткізетін ол бөлек. Сол сияқты бізге де осындай өзіміздің өнімімізді өзіміз, кейбір кісілер оны өңдейтін болса, кейбір кісілер, қалған кісілер оны алдаға тартып өнімдерді сатып отырса, бұл кәсіп дамиды. Оған бүкіл мүмкіншілік бар, өйткені бұл биогумустың нәтижесі өте жоғары болғандықтан, компосттың жер құнарын көтергендіктен, оған сұраныс жылдан жылға аспаса, ол төмендемейтін анық. Сондықтан өзіміздің бар білгенімізге бөлісуге келдік. Берік ағамыз осыны ұйымдастырды, ауыл әкімшілігі осыны қолдап жатыр. Бәріңізге рахмет. Аз ғана енді ары қарай тағы сұрақ жауап